Түлкі мен қырғауыл. Бір түлкі қалың орманды аралап келе жатып, бір ағаштың басында отырған қырғауылды көреді. Жақындап келіп, «Сәлематсыз ба, қырғауыл? Қал жағдайыңыз қалай?» дейді. «Жақсы, өзіңіз қалайсыз, қырғауыл?» деп сұрайды. «Жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді» деп түлкі қуланады. «Жерге түсуге қорқамын, жерде әр түрлі аңдар бар. Бізді жеп қоюы мүмкін» деп жауап береді қырғауыл. Түлкі: «Ей досым, биыл заман бұрынғы заман емес, жаңа бұйрық шығыпты. Біреуге біреу зорлық қылмасын, қой мен қасқыр, түлкі мен тауық бірге жүрсін деген» дейді. Қырғауыл: «Жақсы хабарыңызға рахмет, достым. Мына жақтан аң аулаған иттер келе жатыр. Оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін» дейді. Түлкі ит деген сөзді естіген соң, алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл: «Қайда барасың? Бұйрықты ұмытып кеттің бе?» деп қашып бара жатқан түлкінің артынан айқайлайды. «Кім біледі, бұйрықты олар әлі естімеген шығар» деп түлкі міңгірлеп жүгіреді.